ниетпен үйленетін болсаң, ол да құлшылықтың аясында. Сондай бір ниетпен болған үшін Алла тағаланың разылығы үшін үйленіп жатқаннан кейін сіздің әрбір істеген ісіңізді Алла сауаптан жазып, оны құлшылыққа айналдырып жүр. Ал бір қыз бала күйеуге шыққан кезде мен отырып қалмайын, осындай жігітті таппай қалмайын емес, болашақ дұрыс жар болайын, болашақ дұрыс ана болайын, болашақ дұрыс әже болайын, сөйтіп мына ұрпақтардың салиқалы, иманды, ибалы өсуіне, тура жолда жүруіне себепші болайын деп күйеуге шығатын болса, ол да құлшылықтың аясында. Мына қарасаңыз, тамақты жеу де біздің мақсатымыз, өмір сүруіміз керек. Тамақ жемесек әлсіреп құлап қаламыз. Сол сияқты үйлену де бір өмірдегі мақсатымыз, онда да керек сияқты болып тұрады. Біреу нәпсінің қалауымен үйленеді, біреуді жақсы көріп қалуымен үйленеді. Одан үйленгеннен кейін бала келеді, баланы да әйтеуір асырау керек. Барасында нәпақа рызық табасында, оған тамағы тоқ, киімі бүтін болса болды, оқып жүрсе болды деген оймен әйтеуір мақсат қылып жұмыс жасап жатасыз. Бірақ осының барлығында басында бір ниетіңді дұрыстап, мен өмірге келдім, келуге себепші болдым осы ұрпағымда. Осы ұрпағым Құдайын танысын, дұрыс өсіп өнсін, осыны мен дұрыс қарауым керек, Алла разылығы үшін дейтін болсаңыз, осындай ниеттің барлығы мақсатта Алланың разылығына қарай ауыстырып отырсаңыз, онда сіздікі мақсат емес, ұлы мақсат деген Алла разы болатын амалдарды жасаған болып табылады.